Саламатсыздар, сіздермен математика пәнінің мұғалімі Айбек ағайларымыз. Бүгін бізде тақырыбымыз квадрат теңдеулер, яғни толымды квадрат теңдеулерді шығаратын боламыз. Алғашқы бірінші есептен бастайық. Бізде x квадрат минус 2x минус 15 деген өрнек берілген екен. Ең алдымен бізде ABC деген өрнектерді тауып алсақ. ABC-ны тауып алатын болсақ, A деген мәніміз x квадраттың алдында тұрған сан b 1-ге тең, b-мыздың мәні минус 2-ге тең, c-ның мәні минус 15 деген сан береді. Енді осы жерден дискриминант формасын пайдаланатын болсақ, b-ны квадраттаймын, минус 2-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 15. Насандарды есептейтін болсақ, минус 2-ның квадраты плюс 4, мыналарымыз көбейтілетін болса 60-ты береді. Сонда 60-ға 4 қосатын болсақ, 64 деген жауапты аламыз. Оны міндетті түбір астына алу керек, және түбір астына 8 шығады. Енді x1, x2 деген шешімдерін табатын болсам, мен ойша тауып кетейін. Минус b деп тұрмын, неке формулада минус жақшаның ішіне минус 2, плюс минус дискриминанттан 8 шыққан бөлімінде 2. Мұнда минус пен минусты плюстан бағып жаза салсақ болады. Сонда 2 плюс минус 8 бөлімінде 2. Бөлімінде 2 көбейтілген a болу керек негізі, бірақ мен тек қана жай ғана 2 деп жаза салдым. Өйткені a-ның мәні 1-ге тең болған үшін. Енді 2 мен 8-ді қосып 2-ге бөлсең 5 деген жауап шығады. 2 мен 8-ді азайтып 2-ге бөлсең минус 3 деген жауаптар шығады екен. Есеп аяқталды. Келесі тапсырмамыз. a-ның мәні 1-ге тең, b-ның мәні плюс 4-ге тең, c-ның мәні минус 12-ге тең. Сонда дискриминантқа салатын болсақ, b-ны квадраттаймын, яғни 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 12. Мына жерде 4-ті квадраттасақ плюс 16 деген жауапты аламыз. 4 пен 12-ні көбейтетін болсақ плюс 48 болады. 48 пен 16-ны қоссам 64 деген сан шығады. Түбір астына алам оны, жауабы 8. Енді x1, x2 деген түбірлеріміз тауып көрейік. Мына плюс 4 деген сан b-ның мәні минус 4 болып орналасатын жер, формулада минусы бар. Дискриминанттан 8 шыққан бөлімінде 2 көбейтілген 1. Енді плюс минуспен алайық. Минус 4-ке 8-ді қоссам 4 болады, 2-ге бөлсем 2-ның жауабы өз шығады. Минус 4 пен 8 азайтсам минус 12 болады. Минус 12-ні 2-ге бөлсем минус 6 деген жауап шығады. Есеп аяқталды. Келесі тапсырмамыз бізде ABC-ны жазатын болсақ, a деген мәні 1-ге тең, b-ның мәні минус 7-ге тең, c-ның мәні плюс 10-ға тең. Енді осы жерден дискриминант формасын пайдаланатын болсақ, минус 7-ні квадраттайын, азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 10. Минус 7-ні квадраттасақ плюс 49. 4-ке 10-ды көбейтетін болсақ, азайтылған 40. 49-нан 40-ды азайтсам 9 шығады. Ол түбір астынан 3. Енді x1, x2-ні тауып көрейін. Минус 7 деген сан формулада мына жерде плюс 7 болып жазылады. Өйткені формулада минус және b-ның алдындағы минус пен минус плюс таңбаға айналып кетті. Дискриминанттан 3 шықты, бөлімінде 2 көбейтілген 1. Енді қараңыздар, 7-ге 3-ті қосамын 10 болады, 2-ге бөлетін болсам 5 шығады. 7 мен 3-ті азайтамын 4 болады, 2-ге бөлсем 2 шығады екен. Келесі, a-ның мәні 1-ге тең, b-ның мәні минус 8-ге тең, c-ның мәні плюс 12-ге тең. Енді осы жерден дискриминант формасын пайдаланатын болсақ, жақшаның ішінде минус 8-ді квадраттайын, азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 12. Минус 8-дің квадраты плюс 64 болады. 4-ке 12-ні көбейтсек 48 болады. 48 бен 64-ті азайтсам бізде 16 деген жауап шығады. Ол түбір астынан бізде 4 деген сан шығады. x1, x2-ні тауып көрейік. Сонда минус 8 деген формулаға қоятын болсақ плюс 8 болып жазылады. Өйткені өзінің жерде минус таңбасы бар, формулада да минус бар. Дискриминанттан 4 шыққан бөлімінде 2 көбейтілген 1. Енді 8 бен 4-ті қосып 2-ге бөлсең бізде 6 шығады. 8 бен 4-ті азайтып 2-ге бөлсең 2 шығады екен. Есеп аяқталды. Мұнда ABC-ны жазбайық, a-ны жазып алсайық. a-ның мәні 1-ге тең, b-ның мәні минус 9-ға тең, c-ның мәні плюс 14 деген санға тең. Дискриминант минус 9-ды квадраттайық. Азайтылған 4 көбейту 1 көбейту 14. 9-дың квадраты 81. Мұнда 4-ке 14-ті көбейтетін болсақ, қандай жауап шығады? Соны есептеп көрейін. 4-ке 14-ті көбейтемін мен қазір 56 болады екен. 56 мен 81-ді азайтатын болсақ, бізде 25 деген жауап шығады. Сонда 25 түбір астына алсам, бізде 5 шықты. Дискриминантын 5 шықты. x1, x2 деген шешімдерін табайық. Минус 9 деген формулаға қойсақ, плюс 9 болады. Плюс пен минус плюс болып кетті. Және дискриминанттан 5 шыққан бөлімінде 2 көбейтілген 1. 2 көбейту a яғни формасы. 9-ға 5-ті қосып 2-ге бөлетін болсақ,
7 шығады. 9-дан 5-ті азайтып 2-ге бөлсек 2 деген жауап шығады екен. Келесі 6-шы есепте А-ның мәні 1-ге тең, Б-ның мәні 6-ға тең, С-ның мәні -16-ға тең. Енді дискриминант 6-ны квадраттайық. Азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген -16. Сонда 6-ның квадраты 36, -4-ке -16-ны көбейтетін болсақ, қосылған 64 болады. 36-ға 64-ті қоссам, бізде 100 шығады екен. Оның түбір астын алсақ, 10 деген жауап. Енді x1, x2-ның шешімдерін табатын болсақ, формулада минус b, яғни минус b деген минус 6, плюс минус дискриминанттан 10 шыққан бөлімінде 2 көбейту 1. Сонда минус 6-ға 10-ды қосатын болсам 4 болады да, 2-ге бөлсем 2 шығады. Минус 6 азайту 10, минус 16 болады, 2-ге бөлетін болсам минус 8 деген жауап шығады екен. Келесі, А-ның мәні 2-ге тең, Б-ның мәні минус 8-ге тең. С-ның мәні минус 10 деген жауап санға тең. Енді дискриминантқа салатын болсақ, минус 8-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 10. Минус 8-ді квадраттасақ, плюс 64 шығады. Мына 3 санды көбейтетін болсақ, бізде 4-ке 80 болады екен. 80-ге 64 қоссам, бізде 144 деген санды аламыз. 144 түбір астынан 12 шығады. Сонда x1, x2 деген шешімдерін табатын болсақ, мына минус 8 деген санның формулада плюс 8 болып жазылады. Дискриминанттан 12 деген жауап шыққан, бөлімінде 2 көбейтілген 2. 2 көбейту 2 деген А-ның мәні ғой. Енді 8 бен 12-ні қосып 4-ке бөлем. 8 бен 12-ні қосып 4-ке бөлсең 5 шығады. 8 бен 12-ні азайтсаң минус 4, минус 4 4-ке бөлсең минус 1 деген жауап шығады. Есеп аяқталды. Келесі 8-ші есеп. А-ның мәні 3-ке тең, Б-ның мәні минус 10-ға тең, С-ның мәні плюс 3-ке тең. Дискриминантпен шығаратын болсақ, минус 10-ның квадраты азайтылған 4 көбейту 3 көбейтілген 3. Минус 10-ды квадраттасақ 100 болады. 4-кені 3-терді көбейтетін болсақ, бізде 9 бен 4 көбейтілді, яғни 36-ны беріп тұр. 100 бен 36-ны азайтсам, түбір астында 64 шығады екен. Түбір асты 64-тен бізде 8 деген жауапты аламыз. x1, x2 деген шешімдерді қоятын болсақ, минус 10 деген саным плюс 10 болып жазылады. Өйткені минус пен минус плюс болып кетті. Дискриминанттан 8 шыққан, бөлімінде 2 көбейтілген 3. Енді 2 жауап шығады екен. 8 бен 10-ды қосам 18, астындағы 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. 18-ді 6-ға бөлетін болсақ 3 шығады. 10 мен 8-ді айтсам 2 болады. 2-ні 6-ға бөлетін болсақ, мінекей 2 бөлінген 6, бізде жауабы 3-тен 1 деген жауап шығады. 3-тен 1. Келесі. А-ның мәні 2-ке тең, Б-ның мәні минус 5-ке тең, С-ның мәні минус 3-ке тең. Дискриминант минус 5-дің квадраты деп қояйық. Минус 5-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген минус 3. 5-дің квадраты бізде 25 деген санды алам. 4, 2, минус 3 деген сандарды көбейтетін болса қосу болып, 8-ге 3-ті көбейтіп, яғни 24-ті аламыз. 25 пен 24-ті қоссақ 49, ол түбір астынан 7 деген сан шығады. Енді x1, x2 деген шешімдерін табатын болсақ, минус b дегеніміз, яғни формулада минус пен минус плюс 5 болады. Дискриминанттан бізде 7 деген сан шыққан, бөлімінде 2 көбейтілген 2. 5-ке 7-ні қосатын болсақ, 12, 12-ні астында тұрған 4-ке бөлсем 3 шығады. 5 пен 7-ні азайтсам, минус 2, минус 2-ні астында тұрған 4-ке бөлеміз. Минус 2 бөлінген 4, бізде қысқарып, минус 2-ден 1 болады екен. Келесі. А-ның мәні бізде 3-ке тең, Б-ның мәні плюс 4-ке тең, С-ның мәні минус 5-ке тең. Яғни А-бысын жазып алдық па, енді дискриминантқа салып көрейік. Б-ны квадраттайым, яғни 4-тің квадраты азайтылған, 4 көбейтілген 3 көбейтілген минус 5. Енді 4-тің квадраты 16 болады. Мына 3 санды көбейтетін болса, бізде 60 деген санды аламыз. Қосылған 60. Көрдіңіздер ме оқушылар? 3 пен 5-ті көбейтсем 15, 15 4-ке көбейтсек 60. 16-ға 60-на қосылады, өйткені минус пен минустан қосылып, бізде 76 деген санды алады. 76-ны түбір астына алатын болсаңыздар, оқушылар, мына жерде мына санымыз түбірден шықпай тұр. Демек, осы күйінше жауапта қабылдай береміз, ештеңе қылмайды. Бізде просто жауабымыз түбірмен шығады екен. Формулада минус b, яғни минус 4 плюс минус түбір астында 76 бөлімінде 2 көбейтілген 3. Осы күйінше жауабымыз қазір қалады. Бұны сәл ықшамдауға болады, қазір мен сіздерге көрсетемін жазып. Түбір асты 76 деген сандар қандай сандардың көбейтіндісі ретінде алсақ болады екен.
Төбірас 76 деген санымыз 4 пен 19-ның көбейтіндісі. Міне жоғарыға жазып қояйын. Түбір астында 76 деген санымыз ол түбір астында 4 пен түбір астындағы 19 деген сандардың көбейтіндісі. Түбір асты 4 пен түбір асты 19 көбейтсең 76. Енді түбір асты 4-ті шығаруға болады. Түбір асты 4-тен 2 шығады, ал 19-ымыз сол күйінше қалып қояды. Демек, түбір асты 76 деген санды 2 түбір астындағы 19 деп жазуға болады екен. Бөлімінде 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6 деген санды береді. Енді мына жерден жақшаның сыртынан мен қазір 2-ні шығарып жіберейін. Бөлшектің алымынан 2 деген санды шығарып жіберетін болсам, минус 2 плюс минус түбір астында 19 қалады. Бөлімінде 6. Мынау 6 мен 2 деген сандарды қысқартсам, бөлімі 3 қалады. Сонда 3 алымында минус 2 плюс минус түбір асты 19 деген жауап жазсақ болады. Осы күйінше есептің шешімі ықшамдалады екен. Келесі. Бізде абысын тауып көрейік. А-ның мәні 1-ге тең, Б-ның мәні X-ның алдында тұрған минус 1-ге тең, С-ның мәні минус 2-ге тең. Енді дискриминант минус 1-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 2. 1 минус 1-ді квадраттасаң плюс 1, мына 2-ін көбейтетін болсақ плюс 8. 1-ге 8-ді қоссам 9 болады, түбір астынан ол бізде 3 деген жауап шығады екен. Енді x1, x2 деген шешімдерін табатын болсам, минус b, яғни минус, жақшаның ішінде минус 1 плюс минус дискриминанттан 3 шыққан. Бөлімінде 2 көбейту 1. Минус 1 мен минус таңба плюс таңбаны береді. 1-ге 3-ті қоссам 4, 2-ге бөлсем 2 шығады. 1-ден 3-ті азайтсам минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлсем минус 1 деген жауап шығады. Келесі, А-ның мәні 1-ге тең, Б-ның мәні минус 4-ге тең, С-ның мәні минус 1-ге тең. Дискриминант минус 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 1. Минус 4-тің квадраты плюс 16-ны береді. Минус 4 пен минус 1-ді көбейтсем плюс 4-ті береді. 16-ға 4-ті қоссам бізде 20 деген санды аламыз. Және оны міндетті түрде түбір астына алып қою шарт. Енді x1, x2 деген шешімдерді табатын болсақ, мына минус 4 деген саным формулаға қойған кезде плюс 4 болып жазылады. Минус пен минус таңба плюс таңба болды. Және түбір асты дискриминантымыз түбір асты 20 шыққан. Ал бөлімінде 2 көбейтілген 1. Енді түбір асты 20 деген санды мен қалай жаза аламын? Түбір асты 20 деген сандарымыз қандай сандардың көбейтіндісі? Түбір асты 4 пен түбір асты 5-тің көбейтіндісі. Түбір асты 4-тен 2 шығады, 2 түбір асты 5 деп жазуға болады екен. Демек, 2 түбір асты 5. Бөлімінде 2. Енді алымынан, бөлшектің алымынан жақшаның сыртына 2-ні шығарып жіберейін мен. Сонда жақшаның ішінде 2 плюс минус түбір асты 5, ал бөлімінде 2. Мұна 2 мен 2 қысқаратын болса, жауабы 2 плюс минус түбір асты 5 деген жауап болады. Осы күйінше ықшамдалады екен. Келесі. А-ның мәні бізде плюс 2-ге тең, Б-ның мәні 3-ге тең, С-ның мәні минус 5-ге тең. Енді дискриминантқа салатын болсақ, 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейту 2 көбейтілген минус 5. 4-ге 2-ні көбейтсем 8, 8-ге минус 5-ті көбейтсем 40 плюс 40 болады. 40 пен 3-тің квадраты қосылып, бізде 49 деген жауапты аламыз. Түбір асты 49-дан 7 шығады мінекей. Сонда x1, x2 деген шешімдеріміз минус 3 плюс минус түбір астынан бізде 7 шыққан, бөлімінде 2 көбейту 2. 2 жауапты жазып қоя салайық. Минус 3-ке 7-ні қоссам 4 болады. 4 4-ке бөлсем 1 бөлімінде. Минус 3 азайту 7 деген минус 10-ды береді екеуі. Астында 4-ті бар. Минус 10 4-ке бөлсем минус 2,5 деген жауап. Келесі. А-ның мәні бізде x квадратының алдында 1-ге тең, Б-ның мәні минус 2-ге тең, С-ның мәні плюс 7-ге тең. Енді дискриминант минус 2-ні квадраттайын. Минус 2-ні квадраты азайтылған 4 көбейту 1 көбейтілген 7. Минус 2-ні квадраттасаң плюс 4 болады. 4-ке 7-ні көбейтетін болсақ 28 аламыз. 4-тен 28-ді азайтса, оқушылар минус 24 деген жауап шығады. Минус 24 шықты. Қараңыздар, минус 24-ті енді түбір астына алсам, бізде түбір астынан қандай сан шықпайды? Теріс сан шықпайды. Егер дискриминант теріс сан болатын болса, бұл есептің шешімі болмайды екен. Шешімі жоқ. Осында есептерді абай боламыз. Дискриминанттан теріс сан түбір астынан шықпайды. Сондықтан. Енді келесі. А-ның мәні бізде x квадратының алдында 2 деген сан, Б-ның мәні бізде 7 деген сан, С-ның мәні бізде плюс 13 деген сан. Сонда дискриминант 7-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген 13.
7-ні квадраттасақ плюс 49-ды аламыз. 4 пен 2-ні көбейтіп 13-ті көбейтетін болсақ, бізде 8 көбейту 13. 104 болады екен. Қараңыздар оқушылар, 49-дан 104-ті азайтатын болсақ, бізде бұл жерде де тағы да қандай сан болып қалды? Минус 55 деген сан болып қалды. Минус 55 түбір астынан бізде шықпайды, түбір астынан, яғни түбірдің астынан алатын болсақ, минус 55 деген сан шықпайды. Себебі теріс сан шықпайды дискриминантта. Бұл жерде де есептің шешімі болмайды деген сөз. Келесі. А-ның мәні x квадраттың алдында 1-ге тең, b-ның мәні минус 6-ға тең, с-ның мәні плюс 9-ға тең. Дискриминант минус 6-ның квадраты азайтылған 4 көбейту 1 көбейтілген 9. Минус 6-ның квадраттасақ плюс 36 болады. 4 пен 9-ды көбейтсек 36. 36 мен 36-ны азайтсаң 0 шығады. Қараңыздар, дискриминант 0, түбір астынан 0-ден бәрібір 0-дің өзі шығады. Енді x1, x2-ні табатын болсақ, минус 6 деген санымыз формулада минус пен минус плюс болады қазір. Дискриминанттан 0 шыққан, соны жаздым. Бөлімінде 2 көбейту 1. Енді қараңыздар, минус 6 мен минус пен минус не болып кетеді? Бізде плюстан бағайнап кетеді. Яғни плюс 6 деп ойлаймыз. Плюс 6-ға 0-ді қосып 2-ге бөлсең 3 шығады. Плюс 6-ға 0-ді азайтып 2-ге бөлсең, ол да 3 шығады. Яғни шешімдері қандай болды? Екі шешімі де бірдей жауап шығады екен. Келесі. Мұнда 17-ші есепте бізде ортақ бөлім беру әдісімен шарт кете салсақ болады. Барлығына ортақ бөлім бізде мыналардың астында 1 бар деп ойлайтын болсақ, мыналардың астында 1 деген сандарымыз бар. Демек ортақ бөлім 3-тен береміз. Мұнда 3-тен берем, мұнда 3-тен берем, ал мұнда бөлшектің бөлімінде 3 болғандықтан оған 1-ден бердім. Сонда 3-ті 3x квадратқа көбейтетін болсақ, 9x квадрат бөлшектің астына тастап кетемін. 3-ке 8-ді көбейтетін болсам, 24x қосылған, 1-ді 16-ға көбейтсем, 16-ның өзі шығады екен. Тең 0-ге. Енді осы жерден ары қарай қазір дискриминантпен жайлап шығара берейік. Дискриминант 24-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 9 көбейтілген 16. Яғни бірден абысы демек шығарып кетіп жатыр. 4-ке 9-ды көбейтем, 16-ны көбейтсем 576. 24-тің квадраты бізде 676, азайту 576. Жауабы 100 шығу керек. Түбір астынан алатын болсақ, бізде 10 шығады. Дискриминантымыз 10 шықты. Енді x1, x2 деген шешімдерді табатын болсақ, плюс 24-міз формулада минус 24 деп жазылады. Дискриминанттан 10 шыққан, бөлімінде 2 көбейтілген 9. Давай есептеп көрейік. 2 мен 9 көбейтсең, бізде 18-ді беріп тұр бөлшектің асты. Үстінде минус 24-ке қосамыз 10-да. Яғни минус 14 болады. Минус 14 бөлімінде 18. Енді азайтумен алайық. Минус 24 минус 10 дегеніміз минус 34 бөлімінде 18. Мұнан қысқартатын болса, 2-ге қысқартсам 7 болады, астындағысын 2-ге қысқартсам 9 болады. Мұнауымыз бізде 2-ге қысқартатын болса, үстіңгісі 17 болады, астыңғысы 9 деген жауап шығады. Жауабы осы күйінше қалады. Бөлшек сандар шықты. Келесі, мына жерде бізде 12,5 деген сан болғандықтан, қарасаңыздар, мына жерде 12,5 деген сан болғандықтан, теңдіктің барлығын 2-ге көбейтіп жіберсек. Өйткені 12,5 деген сан бүтін санға айналдырып алу үшін барлығын 2-ге көбейтіп жібереміз. Сол кезде бүтін санға айналады да барлығы. 2x квадратты 2-ге көбейтсең 4x квадрат, 10x-ті 2-ге көбейтсең 20x болады. 12,5-ті 2-ге көбейтсең бізде 25 деген сан болады. Просто есепті өзімізге ыңғайлы, жеңіл шығару үшін ғана 2-ге көбейтіп жіберемін. Немесе осы күйінше шығара берсеңіздер жауап шығар. А-ның мәні бізде сонда 4-ке тең, Б-ның мәні минус 20-ға тең, С-ның мәні плюс 25-ке тең. Дискриминант минус 20-ны квадраттайын. Минус 20-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 25 плюс 25 яғни. Сонда минус 20-ны квадраттасақ плюс 400 болады. 4, 25 деген сандарды көбейтсек, бізде 400 деген санды береді. 400 бен 400 айтсаң 0 болады. Түбір асты 0-ден 0-дің өзі шығады. Енді x1, x2-ні тауып көрейік шешімдерін. Минус 20 деген формулаға қойғанда минусы бар өз формулада, минус пен минус плюс болып кетті 20. Және дискриминанттан 0 шыққан, бөлімінде 2 көбейтілген 4. Енді оқушылар, 20-ға 0-ді қосып 8-ге бөлеміз. 20-ны 8-ге бөлетін болсақ, бізде 20 бөлінген 8, 2,5 деген жауап шығады. Келесі одан кейін 20 мен 0-ді азайтып 2-ге бөлсең, ол да 2,5 деген жауап шығады. Екеуінің де жауаптары бірдей ұқсас жауаптар шығады екен. Келесі 19-ші есеп. А-ның мәні 1-ге тең, Б-ның мәні минус 18-ге тең, С-ның мәні плюс 81-ге тең. Сонда дискриминант минус 18-дің квадраты. Бізде 18-дің квадраты 324 болады. Минус 18-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 1 көбейтілген 81.
324'тен азайтамыз, сонда 4 көбейту 81-ді. Бізден 0 шығар, я? 4 пен 81 көбейтсек, ол да 324, сонда дискриминантымыз 0 шықты. Түбірасын алатын болсақ, 0-дің өзі шығады. x1, x2 деген шешімдер табатын болсақ, минус 18 дегеніміз плюс 18 болып жазылады. Дискриминанттан 0 шыққан бөлімінде 2. 18-ге 0-ді қосып 2-ге бөлсем 9 шығады. 18-ден 0-ді азайтып 2-ге бөлсем, ол да 9 шығады. Екеуінің де жауаптары, шешімдері бірдей ұқсас жауаптар шықты. Келесі, А-ның мәні 1-ге тең, Б-ның мәні плюс 14-ге тең, С-ның мәні плюс 49-ға тең. Енді дискриминант 14-ті квадраттайық. 14-ті квадраттайым, азайтылған 4 көбейту 1 көбейтілген 49 деген жауапты алайық. 14-ті квадраттасаң, бізде 196, одан азайтамыз 4 көбейту 49-ды. 104 пен 49 көбейтіп көрейік. Ол да 196. 196 мен 196-ны азайтсақ, мына жерде дискриминантымыз не шығып қалды? Бізден 0 болып қалды. Түбірасы 0-ден 0-дің өзі шығады. Сонда шешімдер қазір бірдей жауаптар шығайын деп тұр. Плюс 14 формула қойғанда минус 14, плюс минус түбірасынан 0 шықты. Бөлімінде 2 көбейту 1. Сонда минус 14-ті 2-ге бөлсем минус 7 болады. Минус 14 0-ден азайтып 2-ге бөлсем, ол да минус 7 болады. Яғни шешімдері ұқсас бірдей жауаптар шығады екен. Шешімдері бірдей шықты. Келесі есебіміз. Мына жерде жақшамен берілген оқушылар, осы жақшамен берілетін болса, міндетті түрде алдымен жақшаны ашып аламыз. Яғни мен мына жақша x-ті әрқайсысына көбейтіп шығамын. X-ті x-қа көбейтсем x квадрат болады. X-ті қосу 2-ге көбейтсем плюс 2x болады. Одан кейін келесі амал бізде минус 1-ді x-қа көбейтетін болсам минус 1x болады. Минус 1-ді 2-ге көбейтетін болсам минус 2 деген жауап болады. Тең болады 10 деген сан жазып қояйық. Сонда x квадрат 2x-тан 1x азайтатын болсам қосылған 1x қалады. Мына 10 деген санды теңдіктің сол жағына өткіземіз. Минус 2 азайту 10 болып өтеді. Яғни 10 сол жаққа өткеннен кейін санның бәрін сол жаққа жинап алдық. X квадрат қосылған 1x, минус 2 мен минус 10 деген сандар қосылып кетіп, минус 12 деген санды береді екен. Мінекей енді дискриминантқа салып шығара береміз. А-ның мәні 1-ге тең, Б-ның мәні плюс 1-ге тең, С-ның мәні минус 12-ге тең. Дискриминант 1-дің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейтілген минус 12. 4-ке минус 12-ні көбейтсек плюс 48, 1-ге қосылады, ол бізде 49 деген жауапты аламыз. 49 түбірасынан 7 шығады, және x1, x2 шешімдерін табатын болсақ, минус 1 плюс минус түбірасынан дискриминант 7 шыққан, бөлімінде 2 деген сан болады екен. Сонда минус 1-ге 7-ні қоссам 6 болады, оны 2-ге бөлсем 3 болады. Минус 1 мен 7-ні азайтсам минус 8, 2-ге бөлсем минус 4 деген жауаптар шықты. Есеп аяқталды. Келесі мұнда x-ті барып, мына x-қа көбейтеміз. Сонда x-қа x-ті көбейтетін болсақ, x квадрат. X-ті минус 4-ке көбейтетін болсақ, минус 4x. Плюс 3-ті x-қа көбейтетін болсақ, плюс 3x. Плюс 3-ті минус 4-ке көбейтсем, минус 12 деген жауап аламын. Тең болады бізде 30-ға. Сонда x квадрат, минус 4x қосу 3x-іміз бізде қаншаны береді? Минус 1x-ті береді. Мына 30 деген санды теңдіктің сол жағына өткізетін болсақ, минус 12 азайтылған 30 тең болады 0. Яғни 30-ымыз сол жаққа минус болып өткен болатын. X квадрат минус 1x, минус 12 мен минус 30 деген сандар минус 42-ні береді, тең болады 0-ге. Енді осы жерден дискриминант шығаратын болсақ, минус 1-ді квадраттаймыз. Минус 1-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 42. Минус 1-ді квадраттасақ плюс 1 болады. Минус 4 пен минус 42-ні көбейтсем, бізде 168-ді береді. 168-ге 1-ді қоссам, 169. Оны түбірасын алайық, бізде 13 деген сан шығар екен. Келесі амалымыз, бізде x-тардың шешімдерін тауып көрейін. Формуладан минус b, яғни мына минус 1 деген санды апарып қойған кезде плюс 1 деп жазылады. Минус пен минустан плюс 1 болып кетті. 13 бөлімінде 2. Сонда 2 шешім пайда болады. 1-ге 13-ті қосатын болсам 14, 2-ге бөлсем бізде 7 деген сан шығады. 1-ден 13-ті азайтсам минус 12, 2-ге бөлетін болсам минус 6 деген жауап шығады екен. Ол есептің шешімдері осылай шығады екен. Келесі. Соңғы есептеріміз осымен аяқталайын деп отыр. 2x квадрат деген өрнегім тұра берсін. Мына минус таңбаны тиіспеймін, мына минус абай болу керек. Жақшаның алдында минус абай болу керек. Мен қазір мына x-тарды жақшаны ашам, бірақ жақшаның ішінде мына жақшаның сыртына минус болған үшін жақшаның ішінде әзірге жаза тұрам. X-ті x-қа көбейтетін болсақ, x квадрат. X-ті 2-ге көбейтетін болсақ, плюс 2x. Плюс 1-ді x-қа көбейтетін болсақ, 1x қосылған 2 деген мән қалды. Яғни жақшаларды ашып шықтық. Азайтылған 8 тең болады 0-ге. Енді осы жерден бізде
2x квадрат. Мына минусты x квадратқа көбейтсем минус x квадрат болады. Минусты ішіндегі тұрған екеуін қосатын болсақ қанша болады? Бізде 2x пен 1x-ті қоссам, жақшаның ішінде 2x пен 1x-ның қосындысы 3x-ті береді. Және сырттағы минус оларға көбейтіледі де бізде минус 3x деп жазады екен. Және мына сыртта, жақшаның сыртындағы минусты келесі плюс 2-ге көбейтетін болса, минус 2 азайтылған 8 деген мәнді аламыз. Сонда 2x квадратынан 1x квадрат азайтсам, жай ғана x квадрат қалады, 1x квадрат. Минус 3x-ті жазып қоям. Минус 2 мен минус 8 деген сандарым бізде минус 10 деген мәнді береді. Енді осы жерден бізде А, Б-сыны жазып қояйық. А деген 1-ге, Б деген минус 3-ге, С деген минус 10-ға тең. Дискриминант минус 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейту 1 көбейтілген минус 10. 3-ті квадраттасаң плюс 9 болады, 4-ке минус 10-ды көбейтсең плюс 40 болады. 40-қа 9-ды қоссаң 49. Түбір астынан ол бізде 7 деген сан қойшы шығады. Енді x1, x2-ні табатын болсақ, мына минус 3 деген формулада бізде қойған кезде плюс 3 болып жазылады. Дискриминанттан 7 шыққан, бөлімінде 2 көбейту 1. Енді 3-ке 7-ні қосып 2-ге бөлетін болсаң 5 шығады. 3 пен 7-ні азайтып 2-ге бөлсең минус 2 деген сан шығады. Яғни 3 пен 7-ні азайтсаң минус 4, 2-ге бөлсең минус 2. Келесі, А-ның мәні бізде x квадраттың алдында 1-ге тең, Б-ның мәні минус 7-ге тең, С-ның мәні 20-ға тең. Дискриминант минус 7-ның квадраты азайтылған 4 көбейту 1 көбейтілген 20. Минус 7-ні квадраттасақ плюс 49 и 4 пен 20-ны көбейтсек бізде 80 деген санды аламыз. 80. 49 мен 80-ді азайтатын болсам минус 31 деген сан шығады. Оқушылар терістен шықты. Дискриминанттан теріс сан бізде түбір астынан шыға алмайды. Сондықтан бұл есептің шешімі жоқ болады екен. Соңғы есебіміз осымен аяқталады. А-ның мәні 1-ге тең, Б-ның мәні минус 3-ге тең, С-ның мәні минус 9-ға тең. Дискриминант минус 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейту 1 көбейтілген минус 9. Минус 3-ті квадраттасақ плюс 9 болады. 4-ке минус 9-ды көбейтсем плюс 36 болады. 36-ға ана екеуін қосатын болсам түбір асты 45 деп жазсам болады. 45, 36-ға 9-ды қостым. Енді түбір асты 45 деген санны оқушылар бізде былай жазуға болады. 45 деген 9 бен 5-тің көбейтіндісі. Түбір астында 9 бен 5-ті көбейтсең 45. Түбір асты 9-дан 3 шығады да, түбір асты 5-ін қалып қояды. Демек 3 түбір асты 5 деп жазылады. Онда x тең формулада минус b деп тұр. Ол минус пен минус плюс 3 деп жазылады. Формула қойылғанда мынау плюс минус 3 түбір асты 5-ті қояйын. Дискриминанттан шыққан жауап бөлімінде 2. Мынау осы күйінше жауабымыз қалады екен. Келесі бізде оқушылар, мына экрандағы есептерді шығаратын болсақ, алдымен бізде мұнда бір есеп, алғашқы бірінші есептен бастайтын болсақ, 9 деген сан теңдіктің оң жағында жүр екен. Ол сол оң жағында тұрған өрнекті сол жағына бірінші алдымен өткізіп алсақ. Плюс 9-ымыз теңдіктің сол жағына минус 9 болып өтеді, тең 0. Енді ары қарай мына теңдеуді бізде кәдімгі дискриминантпен шығаратын болсақ, дискриминант формуласы бойынша плюс 8-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 9. Сонда 8-ді квадраттасақ 64 шығады. Минус 4 пен минус 9-ды көбейтсем плюс 36 болады екен. 64-ке 36-ны қоссам бізде 100 шығады. Оны түбір астынан шығаратын болсам 10 деген жауап. Енді x1, x2 шешімдерін табатын болсақ, плюс 8-іміз минус 8 болып жазылады формулада. Дискриминанттан 10 шықты, бөлімінде 2 көбейтілген 1. Яғни 1-ге көбейтсе 2-нің өзі. Минус 8-ге 10-ды қосып 2-ге бөлетін болсам 1 шығады. Минус 8 бе 10-ды азайтып 2-ге бөлетін болсам минус 9 деген жауап шығады. Келесі. Мұнда 6y өрнегін теңдіктің сол жағына қарай өткізетін болсақ, сонда y квадрат плюс 6y-іміз минус 6y болып өтеді. Қосылған 5 тең 0. Яғни 6y-іміз сол жақ өткеннен кейін минус болып өтті. 6y-дің алдына минус қойылды. Және міндеттерін екеуінің ортасына жазады екенбіз. Ары қарай дискриминантқа салатын болсақ, минус 6-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген 5. Минус 6-ны квадраттасам 36 болады. 4 пен 5-ті көбейтетін болсам 20 деген жауап табам. 36-тан 20-ны азайтсақ, бізде плюс 16 деген жауап. Плюс 16 мен түбір астынан шығаратын болсам 4 деген жауап табады екен. Енді y1, y2 деген екі шешімдерін табатын болсам, мына минус 6 деген санымыз формулаға қойылған кезде минус пен минус плюс 6 болып жазылады. Дискриминанттан 4 шыққан, бөлімінде 2. Енді минус пен минус плюс болады, плюс 6, мына жер плюс 6 деп ескереміз бізде, өйткені минус таңбалар көбейтіліп плюске айналды. 6-ға 4-ті қосып 2-ге бөлсем 5 шығады, 6 мен 4-ті азайтып 2-ге бөлетін болсам 1 деген жауаптар шығады екен. Келесі бізде есебіміз, бізде алдымен x квадратты теңдіктің сол жағына өткізіп алсақ, және минус 3x-ті сол жаққа өткізсек.
Сонда демек 4x квадрат сол жақта жазылады. X квадратымыз азайту болып кетеді. Міне 4x квадраттың жанына. Келесі плюс x-імді жазып қойайын. Мына минус 3x-іміз сол жаққа қарама қарсы таңбамен плюс 3x болып кетеді. Минусымыз сол жаққа өткенде плюс болып кетті. X квадратымыз сол жаққа өткенде минус болып кетті. Және соңында азайтылған минус 4 деген санын өзіміз көшіріп жазып қоямын. Және теңдіктен кейін оң жағында 0 деген ғана сан қалады. Өйткені барлығын бізде өткізіп тастадық. 4x квадраттан 1x квадратты азайтатын болсам 3x квадрат, 1x пен 3x қосатын болсақ бізде плюс 4x шығады, азайтылған 4 тең 0-ге. Енді дискриминантқа салатын болсақ, плюс 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген минус 4. Демек, 4-тің квадраты 16-ны береді. 4, 3, минус 4 деген сандарды көбейтетін болсақ, бізде плюс 48 деген жауапты аламыз. 48-ге 16-ны қосатын болсам 64 шығады. 64-ті түбірастан шығаратын болсам, бізде 8 деген сан шығады екен. Енді x-тің шешімдерін табатын болсақ, плюс 4 деген санның формулада минус 4 болып жазылады. Плюс-минус дискриминанттан бізде 8 шыққан, бөлімінде 3 көбейтілген 2 деген жауап. Енді оқушылар 3 пен 2-ні көбейтетін болсақ 6, енді жоғарыдағын есептейтін болсақ, минус 4-ке 8-ді қосам, минус 4-ке 8-ді қосатын болсам, плюс 4, 4-ті бізде бөлеміз қаншаға? Астындағы 6-ға. Плюс 4-ті бөлеміз 6-ға. Және қысқартқан кезде бізде 2 бөлінген 3 шығады екен. Енді минус жағдайда алатын болсам, минус 4 азайту 8-іміз минус 12-ні береді. Минус 12-ні бөлеміз астында 2 мен 3-дің көбейтіндісі 6-ға. Минус 12-ні 6-ға бөлсек, минус 2 деген шешімдер шығады екен. Мінекей, ойша бізде есептеп ала салдық. Келесі, 3y-ті сол жаққа қарай бірінші өткіземін. 5y квадрат жазыла берсін. Төртінші есебімізде 5y квадрат азайтылған 10y плюс 3y сол жаққа өтетін болса минус 3y болады. Мынау 6 деген санды сол жаққа өткізетін болсақ минус 6 болады. Тең 0. Яғни оң жақта тұрған өрнектің бәрін сол жаққа жинап алдық. Және 5y квадрат тұра береді. Минус 10y пен минус 3y қосылып кетіп, минус 13y береді. Азайтылған 6 тең 0-ге. Келесі амал бізде дискриминантқа салатын болса, минус 13-ті квадраттаймын, азайтылған 4 көбейтілген 5 көбейтілген минус 6. 13-тің квадраты бізде плюс 169. Мұна минус пен минус таңбалар көбейтсек плюс таңба болады. 4-ке 5-ті көбейтсең 20, 20-ны 6-ға көбейтетін болсақ, бізде 120 деген жауап шығады екен. 169-ға 120-ны қосатын болсақ, 289 деген жауап алады. 289-ды түбір астынан шығаратын болсам, бізде 17 деген сан шығады. Мінекей 289 түбір астынан 17 шықты. Ары қарай келесі амал бізде y1, y2 деген екі шешімін табатын болсақ, минус 13-ті формулаға қойған кезде минус пен минус плюс 13 деп жазылады. Дискриминанттан бізде 17 шыққан. Бөлімінде 2 көбейтілген 5, яғни y квадраттың алдында тұрған 5-ті жазып. 13-ке 17-ні қоссам 30, 30-ды астында тұрған 10-ға бөлем 3 деген жауап шығады екен. 13 пен 17-ні азайтатын болса минус 4, минус 4-ті астында тұрған санға бөлеміз, минус 4-ті бөлеміз 10-ға. Сонда шығады минус 0,4 деген жауап. Мінекей оқушылар жауаптары бізде табылды. Келесі. Мұнда минус 6x квадрат сол күйінше тұра берсін. 11x-іміз сол жаққа өтетін болса, бізде кері таңба минус таңбамен өтеді. Минус 11x. Және азайтылған 3 тұрады, тең болады 0-ге. Енді мұнан x квадраттың алдында минус таңба тұрғаны үшін, x квадраттың алдында минустан құтылу үшін, минус 1-ге мен бәрін көбейтшейін. Минус 1-ге көбейтетін болсам, плюс 6x квадрат, минус 11-ді минус 1-ге көбейтсем, плюс 11, минус 3-ті минус 1-ге көбейтсем, плюс 3. Яғни әрқайсының таңбасы плюс таңбаға ауысып шықты, кері таңбаға. Енді дискриминантқа саламын. 11-ді мен квадраттаймын, 11-дің квадраты азайтылған, 4 көбейтілген 6 көбейтілген 3. 11-ді квадраттайтын болсақ 121, 4, 6, 3 деген сандарды көбейтетін болсам, бізде 72 деген санды береді екен. Азайтылған 72. Енді келесі амалымыз бізде 121-ден азайтамыз 72-ні 49 деген жауап шығады. 121-ден 72-ні азайтатын болсақ 49 түбір астында, түбір ас 49-дан 7 деген жауап шықты. x1, x2 шешімдерін табатын болсақ, плюс 11 деген формулаға қойсам минус 11, плюс минус дискриминанттан 7 шыққан, бөлімінде 2 көбейтілген 6. Енді екі жауапты есептеп көрейік. Минус 11-ге 7-ні қосатын болсам минус 4, минус 4-ті астындағы тұрған 12-ке бөлім. Минус 4 бөлінген 12. Келесі азайтумен алатын болсақ, минус 11, минус 7-іміз минус 18-ді береді. Минус 18 бөлімінде 12 деген жауап. Сонда қысқартатын болсақ, 4 пен 12 қысқарып 1 бөлінген 3 қалады. Мұнда минус 18 пен 12 қысқарып, бізде екеуінде 6-ға қысқартсам 3 бөлінген 2 деген жауап қалады. Келесі есептеріміз. Мына жерде бізде
t квадраттың алды минус таңба болғандығы үшін минус 1-ге бәрін көбейтсек минустан құтылу үшін. Сонда плюс t квадрат плюс t болады, және плюс 2-ні минус 1-ге көбейткенде минус 2 болады. Енді барып ары қарай дискриминантпен шығара берсем болады. T-ның алдында плюс 1 деген санды бізде квадраттаймыз. Плюс 1-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 2. Сонда минус 1-ді квадраттасам плюс 1-ді квадраттасам 1-дің өзі, минус 4 пен минус 2-ні көбейтсем плюс 8 деген жауап. 8-ге 1-ді қоссам 9 деген жауап шығады, және түбір астынан ол 3 шығады екен. Енді Т1, Т2 деген шешімдерін табатын болсақ, плюс 1-іміз формулада b-ның алдында тұрған санымыз бізде b-мыз плюс 1-ге тең, оның формулада минус 1 деп жазам қарама-қарсыланмамен, дискриминанттан 3 шықты, бөлімінде 2. Минус 1-ге 3-ті қосып 2-ге бөлсең 1 шығады, минус 1 мен 3-ті азайтып 2-ге бөлетін болсаң, минус 2 деген жауап шығады. Келесі, мына жерде бөлшектің бөлімінде 2 деген сан берілген екен. Байқасаңыздар, және олар ондық бөлшектер. Егер ондық бөлшек беретін болса, міндетті түрде оларды жай бөлшек түрінде айналдырсақ. 0,7 деген мінекей 10-нан 7 деп жазылады. Тура мен жазып шықтым. Қосылған x бөлінген 2, азайтылғаннан 0,10-нан 2 дегеніміз біздегі мінекей 10-нан 2 деп жазылады бөлшек түрінде. Енді ортақ бөлімге келтіріп алатын болсақ, бізде оқушылар ортақ бөлімге қаншадан келтірсем болады? Екеуінің ортақ бөлімі бізде 10 деген санға келеді. Яғни 10-ды 10-ға бөлсем мұнда 1-ден тиеді, 10-ды 2-ге бөлсем бізде 5-ден тиеді, 10-ды 10-ға бөлсем 1-ден тиеді. 1-ді 7-ге көбейтемін, сонда 7 жанында x квадрат жазып қоямын. 5-ті x-қа көбейтемін, плюс 5x. 2-ні 1-ге көбейтемін, минус 2 деген санның өзі жазылады екен. Енді осыны ары қарай дискриминантпен шығарып көрейік. Плюс 5-ті квадраттаймын, азайтылған 4 көбейтілген 7 көбейтілген минус 2. Плюс 5-ті квадраттасақ 25 болады. 4 пен 7-ні көбейтетін болсам 28, 28-ді минус 2-ге көбейтсек минус, яғни плюс 56 деп жазылады. Плюс 56. Яғни 28-ді 2-ге көбейттік. 56-ға қосамыз 25-ті 81 деген жауап шығады. 81-ден түбір астынан 9 шығады. Енді x1, x2 шешімдерін табатын болсам, мына плюс 5-іміз формулада минус 5 болады. Дискриминанттан 9 шыққан, бөлімінде 2 көбейтілген 7. Екі жағдайда шешімдерін тауып көрейік. Минус 5-ке 9-ды қосатын болсам 4 шығады. 4-ті астында тұрған 14-ке бөлеміз. 4 бөлінген 2 мен 7-дің көбейтіндісі 14. Және қысқарады бізде 2 бөлінген 7 қалады. 2 қысқаратын болса. Келесі азайтумен алсақ минус 14 болады. Минус 14-ті астында 14-ке бөлсем минус 1 деген жауап шығады. Мұнда бізде дискриминантпен бірден шығарып кете берейік. Дайын келіп тұр екен. Минус 6-ны квадраттаймыз. 4 көбейтілген плюс 7. Минус 6-ны квадраттасам 36. 4 пен 7-ні көбейтсем 28. 36-тан 28-ді азайтатын болсам, бізде 8 деген жауап шығады. Түбір астын алам, түбір ас 8 болып тұра берсін. Сонда x1, x2 шешімдерін табатын болсақ, минус 6-мыз формада плюс 6 болып жазылады. Түбір астында 8 бөлімде 2. Енді мұнаны оқушылар ашып жазуға болады. 6 плюс минус түбір ас 8 деген санды мен 2 түбір асты 2 деп жазсам болады. Бөліміндегі 2 санын тұра берсін. Жақшан сыртына алымынан бір 2 деген санды жақшан сыртына шығарайық. Сонда 3 плюс минус түбір асты 2 қалады. Жақшан сыртына 2 деген сан шығарым. 6-дан орында 3 қалды, 2 түбір асты 2-дің орында жай ғана түбір асты 2 қалды. Сонда мына 2 мен 2 деген бөлшектің бөліміндегі сандар қысқарып, жауабы 3 плюс минус түбір асты 2 деген жауап қалады екен. Есеп аяқталды. Келесі. Мұнда бізде дискриминант плюс 3-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 2 көбейтілген 7. Плюс 3-ті квадраттасақ 9 болады. 4-ке 2-ні көбейтсек 8, 7-ні көбейтсем 56 деген сандаған. 9-дан 56-ны азайтатын болса, бізде минус 47. Минус 47-міз түбір астынан шықпайды, оқушылар. Түбір астынан алған кезде бізде минус 47-міз шықпай қалды. Демек, бұл жерде есептің шешімі болмайды екен. Келесі есепте, алдымен есепте мұна минус 1-ге көбейт жерем. Не үшін минус 1-ге көбейтем? X квадраттың алдында минус 3 деген сан тұрғандықтан. Минустан құтылу үшін X квадраттың алдында минус тұрмау керек. Сол ыңғайлы болады есеп шығарғанда. Минус 1-ге көбейтсем плюс 3x квадрат, 2x-ті минус 1-ге көбейтсем плюс 2x, плюс 1-ді көбейтсем минус 1 шығады екен. Енді шешімдерін тауып көрейін. Дискриминантқа салып, дискриминант бізде плюс 2-нің квадраты, 4 көбейтілген 3 көбейтілген минус 1. 2-нің квадраты 4 болады. 4, 3 минус 1-лерді көбейтетін болсақ, плюс 12 шығады. 4-ке 12-ні қоссам 16 және түбір астынан бізде 4 деген жауап шықты. x1, x2 шешімдерін табатын болсам, минус 2 плюс минус 4 бөлімінде 2 көбейтілген 3. Шешімдері, минус 2-ке 4-ті қосатын болсам, плюс 2 астындағы 6-ға бөлім. Плюс 2-ні бөлеміз 6-ға. Сонда 3-тен 1 деген жауап.
Келесі азайтумен алатын болсам минус 6-ны бөлеміз. Минус 6-ны бөлеміз тағы да 6-ға, ол бізде минус 1 деген жауап шығады. Мінекей есептің шешімдері табылды оқушылар. Келесі есебімізге өтейік. Мұнда минус 30-ды теңдіктің сол жағына өткіземіз, және 11x-ті да теңдіктің сол жағына өткіземіз. Бірінші x квадрат жазылады. Плюс 11x сол жаққа өтіп жатқан кезде минус 11x деп жазылады. Минус 30-ымыз сол жаққа өтіп жатқан кезде плюс 30 деп жазылады. Теңдіктен кейін және 0 қалады. Бірінші болып 11x-ті жазамыз. Оқушылар, плюс 11x өткенде минус 11x болады. Сосын барып қана 30-ды жазамыз. Реттілікпен жазылуы маңызды. Енді дискриминантқа салатын болса, минус 11-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 30. Минус 11-ді квадраттасаңыздар 121 шығады. 4 пен 30-ды көбейтсек бізде 120 шығады. 121 мен 120-ны азайтсақ плюс 1 шығады. Түбір астынан алатын болсам қайттан 1-дің өзі. Енді x1, x2 шешімдерін табатын болсақ, минус 11-ді формулаға қойған кезде минус пен минус плюс 11 болады. Дискриминанттан 1 шыққан, бөлімінде 2. 11-ге 1-ді қосып 2-ге бөлсем 6 шығады. 11-ден 1-ді азайтып 2-ге бөлсем 5 деген жауап шығады. 15y-ді сол жаққа өткіземін, минус 3-ті де сол жаққа өткіземіз. Бірінші 12y квадрат жазылады. 15y-ді өткізетін болсам, кері таңбамен минус 15y болады. Минус 3-ті сол жаққа өткізетін болсам, кері таңбамен плюс 3 болады екен. Таңбалары өзгерді. Енді оқушылар, мына есепті сәл тағы да оңайырақ жеңілдету үшін мен барлығын қаншаға бөліп жіберсем болады екен? Бүкіл санды 3-ке бөліп жіберуіме болады. 12y квадратты 3-ке бөлетін болсам, 4y квадрат. Минус 15y-ді 3-ке бөлетін болсам, минус 5y. Плюс 3-ті 3-ке бөлетін болсам, плюс 1 деген жауап. Мінекей ақшамдап келтіріп алдық. Енді дискриминанттың формуласы бойынша минус 5-ті квадраттаймыз. Минус 5-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген плюс 1. Минус 5-ті квадраттасақ плюс 25. 25-тен 16-ны азайтатын болсам 9 шығады. Түбір астынан бізде ол 3 шығады екен. Енді шешімдерін табатын болсақ, y-тен шығатын шешімдеріміз минус 5y, яғни формулаға қойғанда минус пен минус плюс 5y болады. Дискриминанттан 3 шыққан, бөлімінде 2 көбейтілген 4. Сонда шығатын шешімдеріміз 5-ке 3-ті қосатын болсам 8, 8-ді астында тұрған 8-ге бөлем, ол бізде 1 шығады. 5-тен 3-ті азайтатын болсақ 2, 2-ні астында тұрған 8-ге бөлем. 2 бөлінген 8, ол бізде 4-тен 1 деген жауап шығады екен. Мінекей есептеріміздің шешімдері табылды. Келесі. Жиырма 9x дегенді сол жаққа өткізем менде. Сонда x квадрат 29x-ім сол жаққа өткенде ортасына жазылады. Минус 29x болып. Қосылған 100 тең болады 0-ге. Дискриминантпен шығаратын болсақ, минус 29-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 100. 29-ды квадраттайтын болсақ, 29-дің квадраты бізде 841. 841-ден 400 азайтатын болсам, 441 шығады мына жерден. 441 шығады. Және түбір астына аламыз оны. 441 түбір астынан бізде 21 шығу керек. 21 шығады екен. Енді x1, x2 шешімдерін табатын болсам, x-тің шешімдері минус 29 деген, бұның алдында тұрған минус 29 формулаға қойғанда плюс 29 деп жазылады. Дискриминанттан 21 шыққан, бөлімінде 2. Сонда 29-ға 21-ді қоссам 50, 2-ке бөлетін болсам 25 деген шешім шығады. 29 мен 21-ді азайтсам 8, 2-ке бөлетін болсам 4 деген жауап шығады. Келесі, мына теңдеуде минус 24-ті теңдіктің сол жағына өткіземіз. Сонда x квадрат плюс 14x минус 24-іміз плюс 24 болып етеді. Тең болады 0-ге. Енді осы жерден дискриминантқа табатын болсам, 14-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 24. 14-ті квадраттайтын болсақ 196, 196-дан азайтамыз 4 пен 24-тің көбейтіндісі. Ол 96. 4-ке 24-ті көбейтсем 96. Сонда шығады 100 деген сан. 100-ді түбір астына аламын, бізде 10 деген шешім шығады. x1, x2 шешімдерін табатын болсақ, плюс 14-іміз формулаға қойғанда минус 14 болып жазылады. Дискриминанттан 10 шыққан, бөлімінде 2. Сонда минус 14 қосу 10 дегеніміз минус 4 шығады. 2-ке бөлетін болсам минус 2. Минус 14 азайту 10 деген минус 24 болады. 2-ке бөлетін болсам минус 12 деген шешімдер шығады. Келесі 15-ші есеп. Мына плюс 6 деген сан теңдіктің сол жағына өткізіп алайық. Y квадрат қосылған 5y сол жақ өткенде минус 6 өтеді. Ары қарай дискриминантпен шығара берсеңіздер болады. Жеңіл есеп, қатты қиын емес негізі мынау. Дискриминантпен шығаратын болсақ 25, яғни 5-тің квадраты бірден жазып кеттім. 4 көбейтілген минус 6.
жауабы мына минус пен минус көбейтілсе плюс 24 қосылып 49 деген санды береді. Минус пен минус қосу болады да 49. 49-дан 7 шықты. Y-тің шешімдерін жазатын болсақ, минус 5 плюс минус 7 бөлімінде 2. Сонда минус 5-ке 7-ні қоссам 2 болады да, 2-ні 2-ге бөлсем 1 шығады. Минус 5 пен 7-ні азайтумен алатын болсам, минус 10 қосылып кетіп 12, 2-ге бөлетін болсам, минус 6 деген жауап. Келесі бізде есебімізде мына x-ті теңдіктің сол жағына өткіземіз, минус 1-ді де сол жаққа өткіземіз. Сонда бірінші 10x квадрат, x-ті сол жаққа өткізетін болсақ, минус x болады, минус 1-ді сол жаққа өткізетін болсақ, плюс 1 болады. Және теңдіктен кейін тек қана 0 деген сан ғана қалады екен. Дискриминант. Сонда x-тің алдындағы минус 1-ді квадраттаймыз. Азайтылған 4 көбейтілген 10 көбейтілген 1. Минус 1-ді квадраттасам плюс 1, және 4 пен 10-ды көбейтетін болсам 40 деген жауап шығады. 1-ден 40-ты азайтатын болсам минус 39 деген шешім шығады екен. Және мұны бір міндетті түрде түбір астына алу керек. Минус 39 түбір астына алатын болсам, бізде теріс сан түбірден шықпайды. Демек, мына есептің несі болмайды? Шешімі жоқ деген сөз. Келесі. Мұнда y-ті, 3y-ті мынаның әрқайсысына көбейту арқылы мен жақшаны алдымен ашып аламын. 3y-ті y-ға көбейтетін болсам, 3y-тің квадраты, 3y-ті плюс 2-ге көбейтетін болсам, 6y болады. Минус 1-ді y-ға көбейтетін болсам, минус 1y болады. Минус 1-ді плюс 2-ге көбейтетін болсам, минус 2 шығады. Тең болады 20 деген санды жазып қояйық. Енді сәйкесінше y-гі барларды азайтатын болсақ, 6y-тен 1y-ті азайтатын болсам, 5y шығады. Және 20 деген санды теңдіктің сол жағына азайту қылып өткізейік. Минус 2 азайтылған 20 тең болады 0-ге. Бәрілігін сол жағына жинап алдық. 3y квадрат қосылған 5y, минус 2 мен минус 20-мыз бізде минус 22 деген шешімді береді екен. Келесі амал бізде дискриминантқа салатын болсақ, плюс 5-тің квадраты 25, азайтылған 4 көбейтілген 3 көбейтілген минус 22. Енді 4-ке 3-ті көбейтетін болсақ, 12, 12-ні көбейтеміз 22-ке. 264 шығады екен. 264-ке 25 қосылып, 289 деген шешімді аламыз. Және түбір астынан бұл бізде 17 деген жауап шығады. Y-тің шешімдерін табатын болсақ, плюс 5-іміз минус 5 болып жазылады. Дискриминанттан 17 шыққан бөлімінде 2 көбейтілген 3. Сонда минус 5 қосу 17 дегеніміз 12 болады. 12-ні 6-ға бөлсем 2 шығады. Минус 5 азайту 17 дегеніміз минус 22 болады. Минус 22-ні бөлеміз қазір астында тұрған 6-ға. Минус 22 мен 6-ны қысқартатын болсақ, минус 11 бөлу 3 деген жауап қалады. Минус 11 бөлу 3. 2-ге қысқарт жүрмін. Келесі. X плюс 4-тің квадратын қысқаша көбейту формуламен ашсақ болады, немесе X плюс 4-тің квадратын мен жоғарыға ашып көрсете салайын. Екі әдісі бар. X плюс 4-тің квадратын бізде былай жазуға болады. X плюс 4 көбейтілген жақшаның ішінде тағы да X плюс 4. Яғни квадрат деген сөз, сол жақшаны 2 рет өзіне көбейтеміз деген сөз. Сонда мына жерден жақшаны ашу әдісі бойынша X пен X-ті көбейтсем, X квадрат болады. X-ті 4-ке көбейтсем, 4X болады. 4-ті мұндағы X-қа көбейтсем, плюс 4X болады. 4-ті 4-ке көбейтетін болсам, плюс 16 болады. Сонда ашқан жақшамыз не шығады екен? X квадрат. 4X пен 4X қосылып 8X қосу 16 дегенді білдіреді. Яғни қысқаша көбейту формуламен ашсаңыздар да осылай шығады. Жақша, егер ұмыт қалсаңыз формуланы, осылай да аша беруге болады. Демек, мына X қосу 4-тің орнына X квадрат қосылған 8X қосылған 16 деген дүниені жаздым. Және теңдіктің оң жағында 3X плюс 40. Енді оң жағында тұрған 3x-ті сол жаққа азайтуға өткіземіз. Яғни 8x-тан 3x-іміз ол кезде азайтылады. 8x-тан 3x-ті азайтатын болсам 5x қалады. Мұна 40 деген санды сол жаққа азайтуға өткіземін. 16 мен 40 деген сандарды азайтатын болсақ, бізде минус 24 деген сан болады. Яғни 16-тан 40-ті азайтсақ, минус 24 деген шешім шығады екен. Енді шыққан шешімдерді мен дискриминантқа салып қоямын. Плюс 5-ті квадраттаймыз. Азайтылған 4 көбейтілген минус 24. Сонда демек плюс 5-тің квадраты 25. 4-ке минус 24 көбейтетін болсам, 24 көбейтілген 4 бізде 96 шығады. Плюс 96. 96-ға мен 25-ті қосайық, 121 деген жауап бар. 121. Түбір астынан бізде 11 деген шешім шығады екен. Сонда x1, x2 шешімдерін табатын болсақ, плюс 5-іміз мұнда минус 5 болып жазылады. Дискриминанттан 11 шыққан бөлімінде 2. Сонда шығатын жауап, минус 5-ке қосамыз 11-ді 6 болады, 6-ны 2-ке бөлсең 3 шығады. Минус 5 пен минус 11-іміз минус 16 болады, 2-ке бөлетін болсам минус 8 шығады екен.
Келесі, y минус 5-тің квадраты бойынша ашатын болсақ, қысқаша көбейту формуласымен ашайын, яғни y-тің квадраты және y пен 5-ті көбейтіп 2 еселейміз. Y пен 5-ті көбейтіп 2 еселесем 10y болады және 5-тің квадраты плюс 25 тең болады 3y квадрат азайтылған y қосылған 14. Енді демек осы жерден бізде мына теңдіктің сол жағынан аларды өткізіп алсақ, 3y квадратты барамда мына y квадратпен азайтып жазамын. Сонда y квадрат азайтылған 3y-тің квадраты. Және минус y дегенді сол жаққа қарай өткізетін болсам, плюс y болып өтеді. Минус 10y плюс y. Және плюс 14 деген санына сол жаққа 25 пен азайтып жазамыз. Яғни 25 азайтылған 14. Енді есептейік қанша шығады екен? 1y квадраттан 3y квадрат азайтатын болсам, 2y квадрат шығады. Минус 10y-ға 1y-ті қосатын болсам, минус 9y болады. 25-тен 14 азайтатын болса, бізде шығады 11 деген жауап. Тең 0-ге. Енді бәрлігін мен қандай санға көбейт жерем? Осы жерден минус 1 деген санға көбейт шығайық. 2y квадратты минус 1-ге көбейтсең, плюс 2y квадрат. Минус 9-ды көбейтсең, плюс 9y. Плюс 11-ді көбейтсең, минус 11 деген шешім шығады екен. Келесі амал бізде дискриминантқа саламыз. Плюс 9-ды квадраттайын, азайтылған 4 көбейту 2 көбейтілген минус 11. 9-дың квадраты 81, 4-ге 2-ні көбейтсем 8, 8-ге минус 11-ді көбейтсем плюс 88. 88 мен 81-ді қоссам 169 шығады. Және түбір астынан ол бізде 13-ке тең. Y-тің шешімдері сонда плюс 9-ымыз минус 9 болып жазылады. Дискриминанттан 13 шыққан бөлімінде 2 көбейтілген 2. Жауаптарымыз қандай жауаптар шығады? Минус 9-ға 13-ті қосатын болсам 4 болады, 4 4-ке бөлсең 1 шығады. Минус 9 мен минус 13-іміз минус 22 болады, минус 22 бөлінген қанша болады екен бізде? 4 деген жауап. Ол бізде қысқарып 11 бөлу 2 қалады. Келесі. Мына жақшаларды ашып шығайық. 5x-ті 3x-ға көбейтемін. 15x квадрат. 5x-ті плюс 2-ге көбейтемін. Плюс 10x. Минус 2-ні 3x-ға көбейтсем, минус 6x болады. Минус 2-ні плюс 2-ге көбейтсем, минус 4 деген жауап шығады. Яғни минус 2-ні мынаған барып көбейттік. Енді сәйкесінше бізде 15x квадрат. 10x-тан 6x азайтатын болсам, қосылған 4x. Және азайту 4. Мұнан дискриминантпен асықпай шығарсаңыздар болады. Және бір оңай жолы бар, осының тағы бір шығару шешімі, әр жақшаны жеке-жеке 0-ге теңестіре салсақ болады. Қай уақытта егер екі жақшаны көбейтілсе 0-ге тең болған жағдайда ғана осылай істеуге болады. Ал басқа санға тең болатын болса, олай істеуге болмайды. Яғни мына екінші бір шешімі оңайлау жолы. Бұл тек осындай жағдайлар өте аз кездеседі. Бұлай істей беруге болады деп ойлап жүрмеңіздер. Бұл тек қана қай уақытта 0-ге тең болған кезде ғана. Басқа санға тең болатын болса, олай істеуге болмайды. Яғни бірінші жақшаны көшіріп жазып 0-ге теңестіремін. Екінші жақшаны да жеке көшіріп жазып 0-ге теңестіремін. Әр жақшаны жеке-жеке 0-ге теңестірдім. Мына минус 2 оң жаққа өтетін болса плюс 2 және x тең 2 бөлу 5 деген жауап шығады. Яғни бір жауабымыз. Мынау бізде 3x тең плюс 2-ні оң жаққа өткізсем минус 2 болады және x тең минус 2 бөлінген 3 деген жауап шығады. Оңай жолы осы. Келесі, мына x квадрат оң жақта тұр екен. Бұл x квадратты мен теңдіктің сол жағына өткізіп алсам болады. Немесе 7x-ті оң жаққа лақтырайын, мына 18 деген санды оң жаққа лақтырайық. Бірінші x квадрат, яғни оң жаққа жинап жатырмын деп ойлайсыздар. X квадрат тұра берсін. Плюс 7x-іміз оң жаққа өтетін болса, минус 7x болады. Плюс 18-ді оң жаққа қарай өткізетін болсақ, минус 18 болады. Тең болады 0-ге. Міне, 7x пен 18-ді теңдіктің оң жағына бәрін жинап алдық. Теңдіктен кейін 0 жаздым. Немесе x квадратты сол жаққа жинап, x квадраттың алдына минус қойып жазып, сосын барып x квадраттың алдына минустан құтылу үшін минус 1-ге көбейтіп деп жазуға болады. Ол сәл ұзақтау болады. Мынау әдіс оңайырақ. Енді дискриминантқа салам. Минус 7-нің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 18. Минус 4 пен 18-ді көбейтетін болсақ, плюс 72 және 49-нан квадраты. 49 қосу 72. 72-ге қосамыз 49-ды 121 деген жауап шығады. Түбір астынан алайын бізде 11 екен. Сонда x-тің шешімдері минус 7 деген формулаға қойған кезде плюс 7 болады. Дискриминанттан 11 шыққан бөлімінде 2. 7-ге 11-ді қосып 2-ге бөлетін болсам 9 шығады. 7 мен 11-ді азайтып 2-ге бөлетін болсам минус 2 деген жауап шығады. Келесі, мына минус z квадратты теңдіктің сол жағына өткізетін болсам плюс z квадрат болады. Және қосылған 100 азайтылған 20z тең болады 0-ге. Сол жаққа өткізіп алдық. Енді мына жерде оқушылар бір ескеретін дүние,
Бізде санымыз соңғы орында тұру керек. Мына екеуінің орындары, месталарын мен ауыстыратын боламын. Минус 20z-іміз таңбасымен бірге бірінші жазылады, екінші жазылады, және плюс 100-іміз үшінші реттік қатарымен жазылу керек. Яғни әрқайсысы өзінің ретімен жазылу керек екен. Енді ары қарай дискриминантқа салып шығара берем. Минус 20-ны квадраттап азайтылған 4 көбейту 100 деп өздеріңіз шығара білсеңіздер болады. Минус 20-ның квадраты 400, 100 бен 400-ді көбейтетін болсақ 400, 400 бен 400 айтсақ 0. Z-пен табатын болсақ, сонда плюс 20 плюс минус дискриминанттан 0 бөлінген 2. Екі жауабында бірдей жауап шығады, ол бізде 10-10 деген шешімдер шықты. Келесі, x минус 5-ті квадраттап қысқаша көбейту формуласымен аша салайын. Сіздер немесе басқа да екінші әдіспен аша берсеңіздер болады. X квадрат азайтылған қысқаша көбейту формуласы x пен 5-ті көбейтіп 2 еселеймін. X пен 5-ті көбейтіп 2 еселесем 10 болады. Яғни 5x-ті 2-ге көбейтсем 10. Азайтылған деп қоймаймын, уже бізде минус 5-тің квадраты плюс 25 деген сан болады. Азайтылған x квадрат тең болады 3-ге. Мына жерде енді бір басқаша теңдеу шығады. Өйткені мына x квадрат пен соңындағы минус x квадрат екеуі жойылып кетеді. Плюс 1x квадраттан 1x квадратта азайтылып, екеуі 0 болып кетті. Қалатыны сонда минус 10x қосылған 25 тең 3 деген сан қалды. Мұнау бізде кәдімгі сызықтық теңдеу тақырыбы. Өткен тақырыптағы сызық теңдеу. Яғни x барларды сол жаққа жинаймын, x жоқтарды оң жаққа жинап шығарамыз. 3 азайтылған 25 болып өтеді. Плюс 25-іміз оң жаққа. Сонда 10x тең болады минус 22. X-тен минус 22-ні 10-ға бөлсек, плюс 2,2 деген жауап. Келесі. Мұна минус 5x-ті теңдіктің сол жағына өткізейік. X квадрат минус 2x плюс 5x қосылған 2 тең 0-ге. Сонда x квадрат минус 2x пен 5x-іміз плюс 3x-ті береді. Қосылған 2 тең 0-ге. Дискриминант плюс 3-тің квадраты 9 болады. Және азайтамыз 4 көбейтілген 2-ні. 4 пен 2-ні көбейтсем 8, 9-ды азайтатын болсам 1 шығады. Түбір астынан аламын, ол бізде 1. X-тің шешімдері, сонда плюс 3-іміз минус 3 болып жазылады. Дискриминанттан 1 шыққан бөлімінде 2. Шешімдеріміз қандай жауаптар шығады? Минус 3-ке 1-ді қоссам минус 2, 2-ге бөлетін болсам минус 1 шығады. Минус 3 пен минус 1-ді азайтсам минус 4, 2-ге бөлетін болсам минус 2 шығады екен. Соңғы есебіміз осымен бітті тақырыбымыз. Бізде 4, 5, 10 деген сандардың ортақ бөлімін келтіріп аламыз. Мына жерде бөлшекпен берілген ортақ бөлім беру әдісімен шығарамыз. 20-ға ортақ бөлімін бізде 20-ға келтіреміз. 20-ны 4-ке бөлсем 5-тен берем, 20-ны 5-ке бөлсем 4-тен берем, 20-ны 10-ға бөлсем 2-ден береді екенбіз. 5-ті 3y квадратқа көбейтетін болсам 15y квадрат, 5-ті плюс y-қа көбейтсем 5y-тің өзі шығады. Мұна минусты абайлау керек. Бөлшектің алдындағы минус мынаның әрқайсысына әсер етеді. 4-ті 2-ге көбейтетін болсам минус 8 деп жазылады. 4-ті минус 7-ге көбейтсем минус 28, бірақ бөлшектің алдындағы минус мына 7y-ға әсер етеді. Сонда минус пен мына минусымыз плюс 28y деп жазылады. Бөлшектің алдындағы минус әрқайсысына жеке-жеке әсер етті. 2-ні 3y квадратқа көбейтсем 6y квадрат, 2-ні 17-ге көбейтетін болсам плюс 34 деген сан. Енді бәрін сол жаққа өткіземіз. 6y квадраттына 5y квадраттың 15y квадраттың жанына өткіземіз. 34 деген санды бүтін санымыз болғандықтан ол да минус болып өтеді мына жаққа. 15y квадраттан 6y квадратты азайтамын қазір. 15y квадрат азайтылған 6y-тің квадрат. Y квадрат пен y квадраттарды азайтатын. Плюс 5y плюс 28y-ті жазып қойайын. Мына екеуін бірге жазып қойайық. Және минус 8 санымыз, плюс 34-іміз сол жаққа өткен кезде минус 34 болып өтті. Енді әрқайсының өзінің жұбымен бірге жазып тұрмын. Y квадраттар бөлек, y-тар бөлек, сандар бөлек. 15-тен 6-ны азайтатын болсам 9y квадрат шығады. 5y-ға 28y-ті қосатын болсам 33y болады. Минус 8 бен минус 34-іміз минус 42 тең 0 болады екен. Келесі амал бізде бәрін қаншаға бөліп жүрсем болады? Мына есепті сәл жеңілдету үшін 3-ке бөліп жүрсем болады. 9y квадратты 3-ке бөлетін болсам 3y квадрат шығады. Сәл есепті жеңілдетіп жатырмын. 33-ті 3-ке бөлетін болсам 11y болады. 42-ні 3-ке бөлетін болсам 14 деген сан болады. Тең 0-ге. Енді дискриминант 11-дің квадраты азайтылған 4 көбейту 3 көбейтілген минус 14. 11-ді квадраттасақ 121. 3 пен 4-ті көбейтетін болсам 12 және оған 14-ті көбейтеміз. 12-ке көбейтеміз 14-ті. Плюс 168. 168-де қосамыз 121-ді 289 деген шығады. 289 түбір астынан шығарсам 17 шығар екен. Y1 мен Y2 шешімдеріміз сонда бізде Y-тің жауаптары бізде мынандай жауаптар шығады.
Плюс 11'imizde minus 11 деп жазамын. Дискриминанттан 17 шыққан, бөлімінде 3 көбейтілген 2. Минус 11-ге 17-ні қосатын болсам, азайтылып кетіп, 6-ны береді. 6-ны астында тұрған 6-ға бөлетін болсам, 1 шығады. Минус 11 мен минус 17-міз минус 28-ді береді. Минус 28-ді 6-ға бөлейік. 28-ді 6-ға бөлетін болсам, бізде бөлінбейді екен. Минус 28 бөлінген 6 кенше жазып қоя саласыздар. Қысқартып, 2-ге қысқартсаңыздар, 14 бөлінген 3 деп тұра берсін. Минус 14 бөлі 3 деген жауап шығады. Осымен бізде бүгінгі тақырыбымыз өз мәресіне жетті. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.